Енді құрбан айт деген мұсылмандардың ең үлкен мейрамы. Бұл құрбандық деген сөз Аллаға жақындау деген мағына береді. Яғни осы айтта біз тағы да Алла Тағалаға ерекше жақындап, шүкірімізді айтып, айт намазына қатысып, құрбандығымыз шалып, Құдайдан үлкен күнәларымыздың кешірілуін, жақсылықтарға жетуімізге, екі дүние жақсылығына жетуіне себеп болатын бір керемет жақсы күндеріміз келе жатыр. Егер кімде-кім құрбан айтта Алла разылығы үшін құрбандық шаламын дейтін болса, Алла оған сол несібесін беріп, құрбандық шалуына жеткізеді, шалдырады Алла Тағала сол ниетіне қарай. Екінші мәселе, бұл құрбанға жеткенімізге шүкір айтып, мал шалған кезде сондай Құдайдан жақсылық күтеміз. Тек қана ол құрбандықтың етін өзі отбасымызбен ғана емес, шынында да қиналып отырған отбасылар бар, асыраушысынан айырылып қалған отбасылар бар, одан кейін оқып жатқан шәкірттері бар, студенттері бар дегендей. Сондай кісілермен құрбандығымыз бөлісетін болса қандай керемет. Біріншіден, құрбандық шалуға жеткізген Аллаға шүкіршілігіміз болады. Ал құрбандық шалуға жете алмай жатқан қанша отбасылар бар. Солар ішінен таңдап бізді құрбандық шалатын жақсылыққа жеткізген екен. Сондай ризық несібе берген екен.